Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі таңда хит болып жатқан маковый пирогтың жасау жолын көрсетемін. Осы пирогтың дәмі өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызды осы пирогпен таңғалдырыңыздар. Ендеше ең алдымен қамырымызды жасаймыз. Жұмыртқаның сарысына қантымызды салып, жұмсақ сармайымызды салып, жақсылап араластырып, одан кейін миксермен 2-3 минуттай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін енді құрақ өнімдерімізді саламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Өлшеп ұнға разрыхлитель қосып, массамызға саламыз. Дайындап қойған магымызды саламыз. Одан кейін қалған ұнымызды қосып араластырамыз. Енді қолымызбен илеп, жұмсақ осындай қамыр жасап аламыз. Дастарханның үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды оқтаумен илеп аламыз. Одан кейін шанышқымен тесіп шығамыз. Одан кейін меренгамызды жасаймыз. Ақуызымыздың үстіне шым-шым тұз салып, көпіре бастағанша миксерлейміз. Көпіре бастағаннан кейін барып үстінен қантымызды осылай жай-жайдан салып шығамыз. Барлық қантымызды араластырып болғаннан кейін 4-5 минуттай жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне кукурузный крахмалымызды салып, жаңғағымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған меренгамызды қамырымыздың үстіне біркелкетіп жайып шығамыз. Жан-жағына жағып, әдемі етіп жаямыз. Қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей осылай дайын болады. Дайын болғаннан кейін барып толықтай суытып аламыз. Толық суығаннан кейін барып теңдей етіп ортасынан 2-ге бөліп, енді пирогымызды жинаймыз. Мен алдын ала кремін дайындап қойдым. Описание бойынша мен ингредиенттерін астына жазып қалдырамын. Творожный сырға сахарная пудра салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін салқындаған сливкемізді үстіне құйып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған кремімізді пирогымыздың үстіне жайып, енді қалған жарты бөлік пирогымызды үстінен қойып, жан-жағын туралап шығамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Пирогымыз өте әдемі көріну үшін. Енді дайын болған кремімізді бетіне әсемдеп шығамыз. Дайын болған пирогымызды холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір күнге қойсаңызда да жақсы болып шығады. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналдың дамуына аз да болсын өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта бұдан да басқа кереметтер рецептермен бөлісемін. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз.